Қайырлы кеш, қалайсыздар? Мен Гүлжан Тоқтасынқызы. Бүгін айтпақшы болып отырғаным, жаңағы біздің Қазақстанда да мысалы осы Қытай-қазақ мәселесіне байланысты 4 жылдан бері көптеген айқай-шу, дау-дамай болып жатыр ғой, білесіздер. Даудан басымыз арылған жоқ. Өте көп вақиғалар болды. Енді оның бәрін айтып отырмасам да жақсы түсінесіздер. Енді тек біздің Қазақстанда ғана ма осылай ма деп ойласақ, олай емес екен. Американың өзінде де осындай Қытайдың жалдамалы жазғыштары, яғни біздше қытайшылдар осы Қытайдағы мәселеге байланысты Қытайдың жағдайын айтқан, Қытайдың қылмысын айтқан, Қытайдың кім екенін айтқанда әшкерлеушілерге қарсы, олар да дүниенің тек Америка емес, дүниенің бұрыш-бұрышында сондай болуы мүмкін. Осындай үлкен идеологиялық күрес жүріліп жатқандығын көріп отырмын. Өзі америкалық. Қытайда Пекинде 8 жыл Қытай тарихын, мәдениетін, тілін үйреніп, одан кейін сол жерде жұмыс істеп 8 жыл тұрған Нью-Йоркта тұратын америкалық бір қыз бар. Оның YouTube каналы бар. Ол қытайша каналды жүргізеді. Каналының аты Қытай тілін білетін кісілер қытайша жазсаңыздар шыға келеді. Вумин Шаолей деген каналы бар. Атсыз атақсыз Шаолей деген сөз. Шаолей деген енді өзіне қытайша ат қойған ғой. Лей деген фамилияны қолданып. Енді ағылшынша атының не екенін білмеймін. Сол қыздың каналында осы бірнеше күннің алдында осы жалдамалы жазғыштар, яғни осы Қытай тілді әлем, Қытай тілінде сөйлейтін әлемде Қытайдың мүддесіне жұмыс жасайтын, Қытайды қорғаштайтын, Қытайды ақтайтын, Қытайға қарсы біреу сөйлеп қалса соған қарсы дау, көзқарас, пікір айтып, шу шығаратын сондай бір қауым бар. Оларды Қытай тілінде умау деп айтады. Біз қазақша аударсақ елутиндықтар, яғни олар системалы жүйелі түрде жаңағы сондай жұмыс жасаған үшін Қытайдан төлемақы алып отырады деген сөз бар. Сол елутиндықтар, яғни жалдамалы жазғыштар жаңағы ең жексұрын қылығы қандай болады? Ең сиықсыз, ең сүйкімсіз елутиндықтардың қарекеті қалай болады? Олардың сіз қайсы қылығын ең жаман көресіз деген сондай мағынада, сондай тақырыпта өзінің каналына сауалнама жүргізген екен. Сонда 4 жақтан талдап шығыпты. Біріншісі дейді, бұл елутиндықтар жаңағы тақырыпты бұрмалауға, адамдардың назарын басқаға бұруға өте шебер дейді. Екінші, елутиндықтар қарсы жақты үнемі кінәлай береді дейді. Тырнақ астынан кіріздеп, қаралап, жалалап, жала жабуға шебер дейді. Үшіншісі, олар адам өміріне қауіп төндіруге дейін барады дейді. Төртіншісі, көріністе өтіріктен тепе-тең тұрғыда тұрып, әділетті пікірталас жүргізген болып көрсетеді өздерін, бірақ шындығында олардың айтып отырған жаңағы көзқарастарының, айтқандарының барлығының түкке тұрғысыз, өте жиіркенішті екендігін сезінесіз дейді. Енді бұны қалай түсінуге болады? Тақырыпты бұрмалау, адамдардың назарын басқаға бұру, оны бізде жақсы түсінеміз, біздің қоғамымызда да бар. Мәлім бір жағдайда жаңағы тақырыпты басқаға бұрып жіберу үшін өте көп әрекеттер жасалады ғой. Ал қарсы жақты үнемі кінәлай беруді айтатын болсақ, ол тіптен қазір осы Қытай-қазақ мәселесін көтеріп жүрген ең көрнекті бір мысалды айтайық. Серікжан Біләшті қаралау, жалалау. Ол ежелден бері бір тоқтаған емес. Қытай қалай осы мәселе көтеріледі, ол сонымен бірге, осы мәселемен бірге келе жатыр осы дау. Ол тыңшы дейді, арандатушы дейді, неше түрлі жалалар жабылады. Адам өміріне қауіп төндіру деген жеріне келетін болсақ, бұл да біздің басымызда бар әрине. Жақында ғана білесіздер, Қытайдан қашып келген қазақ елін кеп паналап, жаңағы өзін арашалап алуды сұрап келген қандастарымыздың ішінде Қайша Ақанқызы мен мұрагер Әлімұлының соққыға жығылды. Не үшін? Бұл да жайдан жай емес.
Төртіншіден, жаңағы айтып отырған өтірік тепе тең тұрғыда тұрып өзін жаңағы әділетті қылып көрсетіп, әділетті пікірталас жүргізген ұқсатып өздерін солай көрсетуге шебер дейді. Шындығында олардың айтып отырғанының барлығына тек қана бір жақтылы дүние, тек қана Қытай Компартиясының мүддесіне ғана ыңғайлы, пайдалы дүниелерді ғана айтады дейді. Ол бүкіл әлемде тең әділетті тұрып, бүкіл әлемнің әділдігін, ақиқатын, шындығын өзі айта алмайды дейді. Не осындай ең жиіркенішті қылықтары бар дейді. Бұл да бізде де бар мысалы. Тек қана бір жақтылы ғана айтады, бір ғана көзқарасты айтады. Шындығында бүкіл мәселенің, бүкіл әлемнің екі жағы болады ғой, жақсы мен жаман болады, қараңғы мен жарық болады деген сияқты. Бұлар тек қана бір жағын ғана айтып, бір ғана нәрсеге қадал болады, болды, сонымен жүреді. Сондықтан ешқашанда жаңағы әділетті тұрғыда тұрып, шынайы түрде ақиқатын, шындығын айта алмайды деген сөз ғой. Енді бұл қыз енді өзінің осы жалдамалы жазғыштармен, елу тиындықтарменен жаңағы осы Қытай тілді ақпарат әлеміндегі қалай бірге жасап келе жатқандығын, қалай өмір сүріп келе жатқандығын айтады екен. Мен YouTube канал ашқаннан бастап дейді, алғашқы кездерде Қытай тарихы, Қытай мәдениеті туралы сөйлей бастадым дейді. Біраз уақыттан кейін Гонконгтағы демократиялық халықтық қозғалыс басталып кетті. Мен сол туралы сөйлей бастадым дейді. Өзімнің көзқарасымды айта бастадым. Кейін деп Шинжаң мәселесі сияқты сезімтал тақырыптарды сөз ете бастап едім. Менің электронды поштама белгісіз хаттар келіп түсе бастады дейді. Әрине, қолдап қуаттайтындардан басқа осы 50 тиындықтар көбейе бастады дейді. Көрдіңіз ба? Жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды. Бұл қыз егер осы Қытай туралы айтпағанда, Қытай туралы өзінің шындығын, көзқарасын айтпағанда, өйткені қалайда Қытайда 8 жыл өмір сүрді, Қытайды біршама басқа америкалықтарға қарағанда жақсы түсінетін қыз болғандықтан, ол сөйлей бастады, көрген білгенін айта бастады. Қытайдағы жүйені, системаны, ондағы адамдардың көзқарасын, адамдардың санасының қаншылық екенін, ондағы нақты шындықты, Қытайдағы жаңағы диктатуралық жүйе, дара билеушілік жүйе менен Америкадағы демократиялық жүйе, соның парқы туралы сөйлей бастап еді. Енді түктен түк жоқ, өзі мүлде танымайтын адамдар бұған кеп шаптыға бастады дейді. Міне көрдіңіз бе? Тура біздің басымыздағы жағдай. Егер мысалы тағы сол Серікжан Біләшті мысалға алуға болады. Серікжан Біләш Қытайдың қылмысын айтып, Қытайға қарсы сөйлеп, 10 жыл бұрын, тек қана бұл 4 жыл емес, 10 жыл бұрын қазақтың төл мүддесіне жаңағы жан ашып, төл мүддесі үшін күресін бастап кетпегенде, Қытай оны не қылатын еді? Қытайшылдар оны арандатушы, тыңшы деп не қылады? Ол да бір санның саудагердің біреусі болып, өзінің саудасын, жаңағы бизнесін дөңгелек айландырып жүрген бір саудагер адамның қатарында қалып қоятын еді. Ескерусіз, ешқандай атсыз атақсыз қала беретін еді. Неге әзір шуылдап жатыр? Неге айқай осы кісінің төңірегінде даудамай, арылмай жатыр? Себеп ол Қытайдың қылмысын ашуында. Қалай Қытай туралы, Қытай қалай қылмыс жасайды? Әділетті, ақиқатты жақтап осындай батыр ұлдарымыз шығады, Қытайшылдар солай оған қарсы шыға бастайды. Тура сол сияқты. Нағыздың да айтып отырған сол. Олардың әдеті ұзын сонар мақала жазады дейді. Сала құлаш, таусылмайтын көзқарас, пікір жазады дейді. Оның басы былай басталады дейді. Өтіріктен өте сыпайы түрде, сізді жақыннан бері байқай бастадым, назар сала бастадым. Бәлкім сіз Қытай мәдениетін түсінбейтін шығарсыз, Қытайды түсінбейтін шығарсыз, сіз қанша айтқанмен шетелдік емессіз бе деген сияқты. Тіпті кейбір көзқарастарыңыз дұрыс деп қояды, артынан айтады дейді. Кейбір жерлерінде қате түсінік бар екен. Сондықтан маған жауап қайтарыңыз, сізбен кезігейік, сізбен сөйлесейік деген сияқты әңгімелер айта бастайды дейді. Біздің жағдайымыз, біздің басымызда да осындай әңгімелер бар ғой. Мысалы, Қытайдағы мәселеге байланысты неге қоғам екіге жарылды дегенде, бүкіл қоғам осы Қытайда шынымен сондай шындық болып жатыр, сондай әділетсіздік болып жатыр, сондай қырғын болып жатыр, қазақтарға сондай геноцид жүргізіліп жатыр деген мәселені шынымен де бүкіл адам барлығы бір жолата көтеріп, бір қолдан бәрі бір ниет, бір тілекті көтеріп кеткенде әлдеқашан бұл мәселеде шешім шығып қоятын еді. Ал ортада осындай оған қарсы сөйлейтіндер, Қытайды жақтайтындар, Қытайдың мүддесіне жұмыс жасайтындар болғандықтан қоғам қақ ортадан жарылды. Қазір екі
пікірдегі, екі көзқарастағы адамдар пайда болды. Тура сол сияқты. Бұларға мен кейде жауап жазамын, кейде елемеймін дейді. Олардың мұндай қарша бораған, менің идеяма әсер етпекші болған көзқарастары менің ойлау жүйеме ешқашан ықпал етпейді дейді. Ешқандай өзгеріс жасай алмайды. Менің Қытайдағы 8 жылдық өмірім дейді. Бұлай болды. Ол кезде мүлде саяси көзқарасым туралы ауыз ашпайтынмын Қытайда. Тек басқаларды тыңдауды ғана жақсы көретінмін. Менің ойлағаным қытайлықтардың ойы қалай, ми қатпарларындағы көзқарастарын, талғамдарын, ұстанымдарын білгім кеп тұратын дейді. 8 жыл сондай нағыз қытайлықтардың ортасында өзімнің ұстанымымнан ауытқымай келген мені аяқ астынан пайда болған бұл жалдамалы жазғыштар, 50 тиындықтар мені бірден қалай өзгерте қойсын дейді. Шынымен де солай ғой. Бір адамның адам болып қалыптасу барысында оның санасы, идеясы, алған біліміне қарай, ортасына қарай ол қалай адам болып қалыптасты, оның сол жаңағы бейнесі, болмысы бірден өзгере қоймайды ғой. Оны бірден өзгерту қиын. Кейін олар менің солқылдақ емес екенімді, өзіндік ұстанымым, өзіндік тәуелсіз идеям бар адам екенімді жақсы сезді ме, артынан маған көп жазбайтын болды дейді. Жазғанмен де түк ештеңе өзгерте алмайтынын білген шығар дейді. Ал бұлардың бұл ойыны дейді, жаңағы Қытай туралы толық білмейтін, түсінбейтіндерге ғана жүретін карта ойыны сияқты дейді. Енді мына жерде тағы айтады, жаңағы 50 тиындықтарды Қытай компартиясы интернет дауалдарымен сәйкестіріп пайдаланады дейді. Интернет дауалдары не дегенді білесіздер ме? Қытайда интернет жабық. Шетелдегі шынайы ақпаратты, шетелдің ақпараттарын көре алмайды олар. Олар тек мемлекет бекіткен жаңағы шеңбер ішінде ғана, рұқсат етілген көлем ішінде ғана өзінің мемлекет ішіндегі ақпараттарды ғана көре алады. Ал ол шетелдің ақпаратын көру үшін ондағы зиялы қауым, Қытайдың ішкі өлкесіндегі біршама жаңағы босаңдау болған интернет бар ауқымды жағдайда ғана олар жаңағы компьютерді жақсы меңгеретіндері ғана интернеттің дауалдарынан қат-қабат қойылған Қытайдың құқық қорғау органдары жағынан қойылған жаңағы интернет дауалдарынан неше қабат дауалдарды бұзып, IT мамандар сондайлар бұзу арқылы көре алады, мысалы шетелдегі ақпаратты. Ал енді осы жерде жаңағы мынау Қытайдың қылмысын ашушыларға қарсы қойылған жаңағы 50 тиындықтар, жалдамалы жазғыштар менен осы интернет дауалдары екеуі бір-біріне сәйкесе отырып жұмыс жасайды дейді. Бұл жер өте орынды. Сөйтіп сол арқылы Қытай өзінің қоғамын сондай жабық түрде ұстау арқылы бүкіл халықты сондай құдықтың аузын көріп отырған бақа сияқты ұстағандықтан сол дәрежеге жеткен. Халықтың санасы қаншалық надан, түк көрмеген, ештеңе білмейтін, сондай санасыз, сондай надан болғанда ғана ол халықты басқару өте оңай болады. Сол үшін ол сырт жақта не болып жатыр, не жаңалық болып жатыр, басқа әлем не айтып жатыр, не сөйлеп жатыр, олар мүлдем бейхабар. Олар нағыз құлдар. Қаншалық құлдық санасы соншалық дәрежеде жаңағы коммунистік жүйеге шынайы беріледі, алданады, оларды басқару сондай оңай болады. Бұл қыз тағы айтады, бұрын Пекинде оқып жүрген кезімде менің бір жас мұғалімім болды дейді. Жаңадан университет бітіріп ағартушылық жұмысқа араласа бастаған болуы мүмкін. Бір күн аяқ астынан әңгіме айтып отырып, 89 жылғы Қытайдағы 6 айдың 4 күнгі оқушылар қозғалысы сөз бола қалды дейді. Ол тек осындай әңгіме бар екенін естіген екен, нақты жағдайын білмейді екен дейді. Олар бұны тек кішкене бір уақиға ретінде санайды екен дейді. Бәлкім бір 100-200 оқушының қарсылық көрсеткені болып, оның мақсаттары іске аспай, содан жаңағы түрмеге қамалып тұтқындалды деген мағынада бір жай уақиға ретінде қарайды екен дейді. Әмәлиятта ол 89 жылғы Қытайдағы жаңағы демократиялық бағыттағы ашық ойлы зиялылардың жаңағы демократияға талпынған студенттерден бастау алған қозғалысы ғой. Демократиялық бағыттағы Қытайдағы сол жүйені өзгертпекші болған көз ашық жаңағы зиялылардың бастаған бастамасы болатын. 80-ші жылдардан бұрын, осы 80-ші жылдар кезінде Қытайда кішкене сол кездерде Қытайда демократиялық бағытта жаңағы кішкене толқулар, өзгерістер болды. Шетелдің ықпалыменен ол кезде кішкене босаңдау болды. Мысалы, кішкене баспасөз еркіндігі,
сөз сөйлеу еркіндігі деген сияқты Қытайдың өзінің зиялыларының ішінде сондай кішкене бостық болды. Кейін осы реткі кең көлемді Тяньаньмэнь деген алаң бар, жаңағы Пекиндегі ең үлкен халық алаң. Сода осындай үлкен көлемді оқушылардың көтерілісі болғаннан кейін бір түнде танкіменен келіп қырып оқушыларды тазалап жуып шайып неше 100 мың адамды қырған сондай қанды уақиға болған. Солдан кейін барып Қытайдың жаңағы осы еркіндік, сөз бостандығы, интернетке байланысты осындай шетелге қаратқан осындай адамдардың санасына, көзқарасына байланысты демократиялық бағытқа қарсы өте қатаң құрсау қойылып, шектеу қойылып, содан бастап қатаң режим қатаңдаса бастады. Міне сол кезде айтып отыр. Ал не себептен жаңағы сондай керемет бір университеттің мұғалімінің өзі сол уақиғаны жақсы білмейді? Қытайдағы нақты қоғамдық сол жағдайдың бір мысалы ретінде айтып отыр да. Кейін дейді де, мен сол уақиғаға байланысты шетелдік журналистер түсірген әйгілі құжатты фильм болды дейді. Соны қатты дискіге көшіріп алғанмын. Оны соларға көруге бердім дейді. Жатағына барып достарымен құпия көріп ертесі маған әкеліп берді деді. Былай деп айтты дейді. Бұл трагедия. Менің ойлағанымнан да көп адамдар өліпті, өкінішті. Бірақ коммунистік партияға да амал жоқ қой. Олар тек осылай ғана істей алады деп жауап берді дейді. Бұны естігенде оның шынымен де жаңағы сол уақиғаны жақсы түсінбей тұрғандығын білдім дейді. Шынымен де олардың миы жуылған жаңа компартияның тәлім тәрбиесінің, компартияның үгіт насихатының арқасында осындай халге келгендігін шынайы түсіндім дейді. Олар шынымен де түсініп тұрған жоқ. Олар жаңағы соншалық көп адамның қырылып, соншалық халықтың қырылып демократия үшін талпынғандығын түсініп тұрған жоқ. Ане жерде Қытай компартиясының биліктің енді одан басқа жолы жоқ қой. Қоғамды тыныштандыру үшін, жаңағы тыныштықты сақтау үшін, заң бойынша басқару үшін адамдарға амал жоқ. Партияға, билікке олар солай істейді, басқа шығар жол жоқ деп санасы соған ғана жетіп тұр ғой. Соны айтып отыр. Ал дейді, ал мен бір оқушымын, Қытай тілін мәдениетін үйренуге барған америкалықпын. Ал ондағы мұғалімдердің көбі өз тарихтарына қанық емес. Маған дұрыстап жауап бере алмайды. Менің түсінбеген тұстарымды дәлелмен көрсете алмайды. Осындай жағдайлар үнемі болып тұрады дейді оқушылар мен ұстаз арасында. Мұғалімдермен Қытай тарихы туралы талқы болған кезде олардың өз тарихына деген таяздық алдымнан үнемі шығып отырады дейді. Бұл жерде коммунистік идеологияның қаншалықты Қытай қоғамындағы адамдардың санасын улағандығын айтпақшы болған шығар деп ойлаймын. Жаңағы сондай бір мықты университетке мұғалім болып жүрген мұғалімдердің өзі соншалық дәрежеде жаңағы әсіресе жастар қазіргі қоғамда, қазіргі кездегі де солай, әсіресе жастар Қытайдың өткен тарихындағы сондай болған уақиғалар, жауыздықтар өткен тарихы туралы өте аз біледі. Өйткені ол тарихтың бәрі жабулы, ешқашан ашыққа шықпаған, ал бұрынғы алдыңғы буын оны батылы жетіп айта алмаған, айтқандардың бәрін көзін құртқан, түрмеге қамаған, шетелге қудалаған. Сөйтіп ол мәселе қазіргі жастар ол өткен тарихты білмейді. Бұл ашты шындық. Мына жерде соны айтып отыр. Енді сол Қытайдағы Қытай тілді интернет әлемінде олардың да осы біздің WhatsApp группасы сияқты жаңа пікірталас жүргізетін интернет сайттары, парақшалары және группалары болады екен. Сондай бір жаңа пікірталас жүргізілген интернет клубтың бірінде дейді, бір күні Шинжаңда лагерь бар ма деген тақырыпта пікірталас жүргізіліп жатып дейді. Кейін бұл группа аз уақыттан кейін жабылып қалды дейді. Осы группада туралы да менің айтарым бар дейді. Біріншіден, онда мен кіре салып ең алдымен тыңдағаным шынжаңдықтардың дауысы болды дейді. Онда ұйғырлар сөйлеп жатыпты дейді. Өзінің жағдайын айтып, хикаяларын айтып жатып дейді. Ауыр жағдайларын айтып жатыпты Шыңжаңдағы дейді. Бұл менің ең тыңдағым келетін дауыстар еді дейді. Өйткені ол шындықты білгісі келеді ғой әрқандай адам. Өйткені олар жәбірленушілер. Бірақ бұларға қарсы сөйлейтіндер де бұл группада аз емес екен дейді. Олар жаңағы қарсы сөйлейтіндер өзінің қателігін, бұлардың логикасы дейді, жаңа қарсы сөйлейтіндердің жалпы логикасы, қарапайым тілмен айтқанда, өздерінің қателігін, Қытайдың жаңағы компартияның қателігін, әрекеттерін орынды, заңды етіп көрсетуге жаңағы
пайдаланады екен дейді, жаңағы өзінің көзқарасын соған пайдаланады екен дейді. Біріншіден осылай жәбірленушілердің сөзін тыңдауға көп мүмкіндік болмады дейді, оған қарсы сөйлегендер көп болды дейді. Ал екіншіден жаңа қарсы сөйлегендердің ішінде мынандай әңгіме болды дейді. Шинжаңда тек қайта тәрбиелеу орталықтары бар дейді, үйрену орталықтары бар, лагерь жоқ деп бет бақтырмайды дейді. Ал енді осыған қараса да бұның көзқарасы былай: лагерь мен қайта тәрбиелеу орталықтары бір ұғым емес па? Қалай атаса да бәрібір түрме ғой дейді мына қыздың айтып отырған. Оны қалай қайта тәрбиелеу орталығы, үйрену орталығы деп айтсаң да, ямса лагерь деп айтсаң да бәрібір түрме ғой дейді. Оның қандай айырмашылығы бар бір-бірінен дейді. Ол сондай сұрау қойып отыр да жерде. Онда олар неге, егер үйрену орталығы бір жай бір мектеп болатын болса, онда оның ішіндегілер неге телефон істете алмайды, сырттағылармен қарым-қатынас жасай алмайды? Неге олардың барлық құқығы шектелген дейді? Не үшін отбасындағылармен емін-еркін кездесе алмайды? Не үшін неше түрлі вакциналар салынады? Неше түрлі тәжірибелер жасалады? Сонда олар шынымен де сол жерде сөйтіп оқып жатыр ма? Бірдеңе үйреніп жатыр дейсіз бе? Бұл әрине бір үлкен арада айырмашылық бар дейді, түрме менен мектептің дейді. Бұны қалай мойындамасқа дейді. Үшіншіден, олар терроризмге қарсылық деген атпен пікірталастың назарын басқа тақырыпқа бұрып, тақырыпты бұрмалайды екен дейді. Терроризмге қарсы тұру деген ұғым Қытай үшін алғанда былай дейді. Олар жергілікті халықты, бәлкім сол өздері басқарып отырған әрбір өңірлердегі өзінің алақанындағы сол жергілікті халықтарды билікке наразы деген атпен күмәнданып, айыптап, солай көзқарас ұстанады екен дейді. Бұлардың бәрі билікке, Қытай компартиясына қауіпті, билікке қауіпті адамдар деп қаралады екен де. Олардың 99% жергілікті халық жаңағы олай ойламаса да дейді, күнәсіз болса да, өзінше бір тіршілік етіп жүрсе де, барлығы тегіс тектен текке сондай орталықтарға апарылуы керек дейді. Қытайдың санасындағы, Қытай билігінің санасындағы терроризмге қарсы күрес деген осындай бейнеде дейді бұл қыздың айтпақшы болған. Осындай бейнеде терроризмге қарсы күрес деген атпенен форма дейді да, бір атақ. Әмәлиятта сондай қаншама күнәсіз халықты апарып түрмелерге тоғытып қинап жатыр дейді. Аты солай, терроризмге қарсы күресіп жатырмыз, ойбай біз Шинжаңды тыныштандырып жатырмыз дейді, заңмен басқарамыз деп жатыр, бірақ әмәлиятта ол жерде қаншама сынықтан сылтау іздеген, түкке қылмыс деуге де татымайтын неше түрлі жаңағы жергілікті халықтардың салт санасына, ғұрып әдетіне, ұлттық наным сеніміне бола тұтқындалып, жазықсыз түрмелерге миллиондап қамалып жатыр дейді. Халық күнәсіз болса да, осындай орталықтарға апарылуы керек дейді. Бұл Қытайдың ұғымындағы терроризмге қарсы күрес екен. Осыны терроризмге қарсы күрес деп атауға бола ма дейді. Ең ақыр аяғында олар босап шыққан күннің өзінде де Қытай үкіметіне, Қытай ұлтына қандай қарайды, қалай көзқарас ұстанады сіздерше? Олар осы қамалған үшін әрине Қытай үкіметіне осыншалық азап тартқан үшін олар рахмет айта ма дейді? Мүмкін емес. Сондықтан ол жерде жәбірленушілермен қатар компартияны ақтайтындарды қосып сөйлетіп қойыпты. Бұлай болмау керек. Ондайларды ондай топқа қоспау керек қой. Пікірталас, сұхбат немесе әлеуметтік алаңда кез келген жерде осындай әңгіме болғанда бір жақ міндетті түрде жәбірленуші, яғни шинжаңдықтар. Қарсы жақ кім? Қарсы жақ қандықол, яғни Қытай үкіметі. Ал осындай жағдайда ортада тұрған біздер дейді, үшінші жақ, бейтарап көрермен, тыңдарман. Біз үшінші жақ болғандықтан әлі ештеңеге толық көз жеткізбей тұрып, түсінбей тұрып, Шинжаңда не болғанын анық білмей тұрып, бізге ауыз ашуға болмайды дейді. Тек тыңдау керек, тек зерттеу ғана керек. Жәбірленушінің даусын толық тыңдап болған соң ғана біздің жаңағы өз көзқарасымызды айту құқығымыз бар дейді. Сонда мына жерде айтпақшы болған жаңағы жол ортадан киіп кеткен жаңағы 50 тиындықтар, жалдамалы жазғыштардың жаңағы былықтырып, әдейі оларға қарсы сөйлейтінін айыптап отыр ғой. Қысқасы осындай. Біздің қоғамымызда ғана осындай жалдамалы жазғыштар, Қытайды ақтайтындар, жақтайтындар, 50 тиындықтар бар ма деп ойламаңыздар. Американың қоғамында да, бүкіл жер шарындағы бүкіл осы ақпарат әлемінде осындай екі бағыттағы идеологиялық бөліну, осындай күрес жүріліп жатыр. Менің түсіндіргім келгені осы.
тума Нью-Йорктың, шетелдің, Американың тумасы, Қытайда 8 жыл оқыған, Қытайды жақсы білетін осындай америкалықтар, германиялықтар қазір көптеген интернет жаңағы YouTube туннелдерін ашу арқылы, каналдарын ашу арқылы Қытайды түсіндіре бастады. Бұл ненің нәтижесі? Бұл осы Шинжаңда шынымен де сондай қылмыс болғандығын, тіпті Шинжаң емес, Шинжаңнан бұрын тибеттерді қандай қырды, Гонконг қозғалысында да жаңағы Қытай үкіметі Гонконгтың халқын бейгүнә бейбіт шеруге шыққан халықты қандай қырғындады, өзінің демократияға талпынған адамдарын қалай қырғындады, және өзінің жаңағы фалунгун деген бір діни жаңағы бір қауым болды олардың да кезінде. Оларды қалай қырғындады. Қысқасы соншама көп қылмыстар жасаған, соншама көп жаңағы қырғындарды жасаған Қытай үкіметінің қазір сыры бүкіл әлемге паш болды. Сондықтан осындай бүкіл әлемде осындай үлкен күрес жүріліп жатыр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қытай тілін білетін тыңдармандар болса, осы Қытай тіліндегі каналдардан, осы шетелдегі таза жергілікті нағыз жаңағы америкалықтардың, шетелдіктердің Қытай туралы не деп жатқанын тыңдаңыздар, біліңіздер, өз көзқарастарыңызды айтыңыздар. Бұл тек қана Қазақстанда ғана болып жатқан жоқ, бүкіл әлемде болып жатыр. Менің айтпағым сол.